Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз үй жағдайында кепсе дайындайтын боламыз. Қажетті ингредиенттерді осылай дайындап алдым. Описанияға мөлшерлерін жазып кетемін. Ең алдымен тауығымызды жуамыз. Менде тауықтың аяқтары. Одан соң осылай ыдысқа саламыз. Суымызды құямыз. Приправа саламыз. Менде мында универсальный приправа. Тұз саламыз. Қара бұрыш, қызыл бұрыш саламыз. Одан соң бір жұмыртқаны саламыз осылай. Одан кейін үстіне ұн қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бастап қасықпен араластырдым, ары қарай қолмен араластырсаңыз болады. Араластырып болған соң бетін жауып холодильникке кемінде 2 сағатқа қоямыз, немесе бір күнге де қойып қоюға болады. Ал енді қуыратын боламыз. Отымызды қатты шығарып, майымызды қыздырамыз. Одан соң бізге жұмыртқа және ұн керек болады. Бірінші тауығымызды жұмыртқаға аунатып, одан соң ұнға аунатып қуыратын боламыз. Ешқандай панированный сухарий, тағы басқа сияқтылар керек емес. Тек қана ұнның өзіне ауната берсеңіздер болады. Осылай кезек-кезек аунатып, ысып тұрған майымызға бірден салып қуыра береміз. Тауықтарымыз майға осылай батып тұруы қажет. Оттың астын қатты шығарамыз. Егер де жай отта қуыратын болсаңыз, онда тауықтар майды сіңіріп, майлы болып шығады. Сондықтан отты барынша шығарып қойыңыздар. Міне бізде осылай қуырылып жатыр. Толықтай 20 минуттай қуырамыз. Кейін майын сұрғыту үшін осылай қағаз сүлгіге түсіреміз. Міне менің кепселарым дайын болды. Сап-сары әдемі болып шықты. Көбісі айтады, үйден пісіріп жатқанда бізде көбіне сырты қызарып кете береді дейді. Оның фишкасын айтайын сіздерге. Егер де осылай сары болып шықсын десеңіздер, онда мариновкасына паприка қоспаймыз. Егер паприка қосатын болсаңыз, онда кепселарыңыз қызарып, қызыл түске боялып, басқаша болып шығады. Өзіме осылай сары болып тұрғаны ұнайды. Уайымдамаңыздар, бұл сары болып тұрса да іші толықтай піскен. Міне сырты ұнға аунатсақ та, сырты осылай қытырлап піседі. Сырты қытырлап, іші жұп-жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Әрі қарай тағы да керемет рецепттермен